Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Біздерде жалпы бүгін IELTS writing-та қанша сөз жазуымыз керек, сол туралы сөйлейтін боламыз. Бізде мысалы IELTS writing task 1-да 150 сөзден асуы керек, ал task 2-ға 250 сөз жарайды. Бірақ бұл бізде прям лимит емес, яғни одан да ассаңыздар да болады. Бірақ сөздің санына жетпейтін болса, сіздер жаңағыдай қалай айтсам болады, балдарыңыз төмендейді. Сол үшін соған мән беріңіздер. 150-ден міндетті түрде асаңыз, 250-ден де міндетті түрде асыруыңыз керек. Енді примерно қандай шамада жазу керек, соған көз жүгіртейік. Жаңа өткендей міндетті түрде асыруыңыз керек. Және де экзаменатор сіздің сөздеріңіздің барлығын санайды. Барлық сөз санайды міндетті түрде. Және де writing task 1-да сіз 70-190, ал writing task 2-да 270-290 сөзді жазуыңыз керек екен. Яғни сіз солай ғана бір безопасно болады, яғни ешқандай қауіп туындамайды, бағаңыз төмендеп кетеді деген сөзге. Одан кейін бірақ тағы да айтатын ескертетін нәрсе, өте көп жазып қажет емес. Прям осы шамаға прям үйренісулеріңіз керек. Яғни сіздер санына емес, сапасына қарап мән берулеріңіз керек. Прям өте жақсы грамматика болу керек, және де организациясы сөйлемдердің өте жақсы болу керек. Және де егер сіз жаңағыдай жетпей қалса, өте көп прям серьезный проблема болады. Мысалы экзаменатор прям тез санайды, және де егер жетпейтін болса, прям балыңыз алып тастайды. Және де жаңа өткендей 160, 180, 260, 280 жаңағыдай сол сөзге бағытталуыңыз керек. Егер сіз бірақ барлық сөздерді бастан бастап санап отыруыңыз қажет емес. Примерно жаңағыдай лайн дейді, яғни осындай мысалы неше сызық жазыңыздар, неше түзу осындай затты бітірдіңіздер, соны санаңыздар. Мысалы ол сөзде, мысалы бір тізімде, осылай бір сызықтың ішінде 5 сөз болуы мүмкін. Осылай көз жүгіріп санаңыздар. Примерно экзаменаторлар да солай санайды негізі. Мысалы 15 лайн болды ма, 15-ті 5-ке көбейтіңіз. Немесе сізде жазуыңыз кішкентай болса, 8-10 болуы мүмкін. Мысалы 10 болатын болса, 10 сөз сыйдыратын болсаңыз, примерно 150 болып тұр деген сөз. Сол үшін уақыт құртпас үшін барлығын бет санап отқанша, уақытыңыз болса, әрине бұлай санаған жақсы, бірақ прям басынан бастап қайтадан шатасып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін әр лайн бойынша санап отырыңыз. Так, одан кейін some IELTS teachers state it's possible to be a couple of words under the word count, but don't take this risk. Так, if you write under the word count, you will receive a penalty. Яғни сіздер өте төмен деген бағаны алатын боласыздар. Егер санына жетпей қалатын болса, сол үшін сақ болыңыздар. Міндетті түрде жеткізіңіздер, бірақ қатты көп болып кетпесін. Одан кейін сіздің бағаңызды төмендететін тағы да 3 нәрсе бар. Ол сіздің қол жазуыңыз, яғни қол жазбаңыз. Мысалы, сіздің затыңыз түсініксіз болатын болса, ол сіздің балыңызға да әсер ететін болады. Одан кейін жаңағыдай сіздің затыңыз бір көшірілген болатын болса, тоже 0 деген балды алатын боласыздар. Limited answer. Яғни сіз бір сұраққа емес, бір ғана сұрақ, мысалы толық ойыңыз ашылмаса, немесе жаңағыдай жартылай ғана ашатын болсаңыз, сіз примерно 5 деген балды алатын боласыз. Осымен оқушылар жеткілікті. Осы мәселелермен күресулеріңіз керек, және де көп жаттығыңыздар. Барлығына сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.